Қазір әлем COVID-19 мен күресіп, қиын күндерді бастан өткеріп жатыр. Індет экономикаға да кері әсерін тигізуде. Көптеген кәсіпорындар уақытша жұмысын тоқтатты. Қара алтынға да сұраныс азайып, мұнай кәсібін тығырыққа тіреді. Сарапшылар әлемдік дағдарыс келе жатқанын айтады. Сондықтан тек мұнайға телмірмей, басқа салаға да басымдық беру керек дейді. Биыл қазмұнайгаздың табысы 10 есеге азаюы мүмкін. Мәселен, 2019 жылы ұлттық компания 1 триллион теңге пайда тапса, биыл 120 миллиард теңге пайда таппақ. Әлемдік мекемелердің тәжірибесін ала отырып, компания дағдарысқа қарсы стратегия қабылдады. Осылайша шығындарды 146 миллиард теңгеге дейін қысқартқан. Соның ішінде күрделі шығындарды 103 миллиард теңгеге, операциялық шығындарды 26 миллиард теңге, әкімшілік шығындарды 17 миллиард теңгеге азайтты. Қазмұнайгаз орталық аппаратында көптеген өзгерістер жасадық. Орг структураны қайта қарап, персонал санын 34% қысқарттық. Компания басшыларының жалақысы 30% қысқарды. Өндірістік персоналды біз қысқартпаймыз. Жұмыс орнында біз сақтауымыз керек. Өндірістегі жұмыс орындары сақталу қажет. Ұлттық компания басшысы Али Гайдарбаев жауаптыларға осыны қадап айтты. Есесіне кеңседе отыратындарға қызметтік көліктен бас тартып, артық зат алмау керектігін ескертті. Бір сөзбен айтқанда, үнемдеп үйренуді тапсырды. Себебі қазмұнайгаз ОПЕК келісіміне байланысты мұнай өндіру көлемін азайтады. Нәтижесінде жұмыс көлемі қысқарып, жұмыс сағаттарының санында азаюы мүмкін. Сондықтан тек мұнайға сеніп, қарап отыруға болмайды. Мұнай және қаржы сарапшысы Базарбек Қожахметұлы осы тұсты тиімді пайдаланып, туризм сынды өзге салаларға ден қою қажет дейді. Ебін тауып, туризмді түрлендіріп, тұрақты табыс көзіне айналдыруға болады. Мұнайы бар әлемдегі кей елдер бұл бағытты мықтап қолға алған. Дубайдың экономикасы 85% мұнайдан емес, ең қызығы. 85% ол дейтін туризмнан тұрды, 15% мұнайдың ақшасынан пайда тауып отыр. Басқа да елдер бар, көптеген олар көбінесе мұнайдың несінен игласынан уже туризмге басқа бағыттарды қарастырып отыр. Мұнай шектеулі ресурс, туризм бизнес арқылы экономикамыз өте дамиды. Ұқсата білсе, Маңғыстауды табиғи, тарихи туризмнің ордасына айналдыруға болады. Шетелдіктерге ұялмай көрсететін жерде жетерлік. Каспий теңізде туристерді қызықтырады. Экономист Бибігүл Саубетованың айтуынша, жалпы туризммен қатар адами капиталға инвестиция құю керек. Осы бағытқа мән берсек, ұтылмаймыз дейді ол. Опыт Малайзии хочу сказать. 1957 жылға дейін Ұлыбританияның боданында болған Малайзия елі адами капиталға мән берді. Сол бағытта инвестиция құйды. Бүгінде өздеріңіз көріп отырғандай Малайзияның нәтижесі жаман емес. Бізге де IT бағытқа басымдық беру керек. Жалпы білім ғылым саласына дейін қойсақ, көптеген жетістікке жетеміз. Мұның барлығы әлем елдерінің тәжірибесінен алынған. Қазір ауыздашып, қол қусырып отыратын уақыт емес. Тамақ өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығында пайда табуға болатын бағыттардың бірі. Ауыл шаруашылық саласын дамытуға өңірде қажетті су қоры да бар дейді геологтар. Облыс бойынша 65 жерасты су кен орны осының дәлелі. Бұл қор малмен қатар егінмен айналысуға жетеді. Барлық су қоры тәулігіне 584 мың текше метрді құрайды. Енді кеңес үкіметі тұсында бұрын мұнай іздеу барысында көптеген ұңғылар қазылып қалған. Үстірттерде бар, барлық жерлерде ерте кезде ата-бабамыз қазып кеткен құдықтар да бар. Солардың көзін ашып, су кодексінің заңды талаптарына сай, олардың бәрін рәсімдеп, ауыл шаруашылығымен айналысуға жағдай жасау керек. Жалпы Маңғыстау мұнайлы өлке болғандықтан кен игеруге кеңінен көңіл бөлініп, өзге салалар кенже қалғаны жасырын емес. Бірақ заман ағымы мен қазіргі COVID-19 пандемиясы экономиканы әртараптандыру керектігін үйреткен сыңайлы. Жергілікті билік өңір экономикасын өркендетіп, дамуына дем беретін стратегияны да жасақтады. Төрт бағыт негізінен ауыл шаруашылығы бағыты, мынау жаңа көлік логистикаға байланысты, туризм саласы, сосын мына қайта өңдеу, қазірге атқарып жатырған кәсіпкерлерімізді мынау шағын несиелермен қолдап олардың өнімдерін жаңағы жақсы бір деңгейге шығару бағытында осындай алдымызға жоспарларымызды қойдық. Оның ішінде енді көлік логистика байланысты өздерің жақсы білесіңіздер, біздің өңіріміз барлық бағытта да көлік қатынасына жақсы жағдай жасалынған. Оның ішінде әуе көлігі, су көлігі, темір жол, жолмен қатынау барлығы да бізде бар. Бұл 4 бағыт жүйелі түрде жүргізілетін болса, өңірде 2000-ға жуық жұмыс орны құрылады. Осы мүмкіндікті мүлт жібермей, жаңа мамандықтарды игеруге ұмтылған жөн дейді жауаптылар.
Айман Нұрмағанбет, Бауыржан Ниязқұлов, Аптақпарат.